Қайырлы күн, менің жақсыларым. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай үй жағдайында лағман созатын боламыз. Дәмі өте ерекше, жасалу жолы да оңай түрін көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытып кетпеңіздер. Ең алдымен біз осындай ұнымызға тұзымызды салып, бір жұмыртқа салып, мұздай суға қамыр илейтін боламыз. Еленген қамырымызды тұндырып қоямыз. Және де бізге қажетті заттардың барлығын ашып, жуып, тазалап алдық. Міне июін 1-2 рет қайтарып қойсаңыздар болады. Және де дайын болған қамырымызды кішкене қолымызбен созып жіберіп, осылай кесіп аламыз да қамырымызды созуға дайындаймыз. Неге қолымызды шитмайға батырып, кішкене осылай ұзынша етіп созып аламыз да бір ыдысымызға осылай жинай береміз, және бетінен тағы да шитмай жағамыз. Бетін салафанмен жауып қойсаңыздар болады, осындай қақпақпен жауып қойсаңыздар болады. Ол шитмай біздің қамырымызды жақсы созылуына, үзіліп кетпеуіне жақсы көмектеседі. Міне барлығын осылай майлап қойдық. Кішкене 15-20 минутқа қойып қоямыз. Сол аралықта біз ыдысымызға майымызды құйып, туралған етімізді осылай кезекпен қуырып аламыз. Соя соусын да қолданамыз. Пиязымызды, болгар бұрышын, түрлі түсті болгар бұрыштарында қолдана берсек болады. Және де менде осындай қатырылған қызанақ помидорларымызды қосып, жақсылап қуырып аламыз. Сәбіздерімізде 4-5 етіп туралған сәбіздерімізді және осындай редкаларымызды, редискамызды қосып
жақсылап қуырып аламыз. Барлығы жақсылап қуырылғаннан кейін үстінен су құйып қайнатамыз. Негізі суды молырақ құя беріңіздер. Мінекей, енді жаңағы қамырларымызды алып жұқартуға жұмыс жасаймыз. Шетінен бастап аяғына дейін бір басып шығамыз да, тағы да қойып үстіне шит май жағып, кішкене осылай жұқартамыз. Қамырларымыздың барлығын осылай ұзынша етіп жайып шықтық. Негізі шет майды барлық жеріне тиіп жағылуын қадағалаңыздар. Шет май тиілгеннен кейін осында қамырларыңыз әдемі болып созылады. Енді қамырымызды жұқартуға көшеміз. Басынан аяғына дейін бір жүріп өткен екен, қайтадан кері аяғынан басына дейін қайтадан бері қарай кері түсесіздер. Тағы да бір ұзартып қоямыз. Кішкене жұмысы көптеу болғанымен, бірақ тамағымыз өте дәмді, үйден жайылған лавр жапырағын және өзімнің приправаларымды қостым. Универсальный приправа бар.
Қамырларымыз дайын болды. Енді осы қамырларды пісіріп аламыз. Ол үшін қайнаған суымызға тұз саламыз. Тұзын сәл молырақ тұз саламыз және де осылай қамырымызды салып, арасын осы вилкамен ашып-ашып жіберсеңіздер, жабысып қалмас үшін. Неге 2-3 минутқа дейін қайнатып, қамырымыз піскеннен кейін сүзіп аламыз да мұздай суға салып алатын боламыз. Міне мұздай суға салып аламыз. Қамырларымыз өте әдемі болып шығады. Және де үстіне кішкене шит май тамызып жіберіп, кішкене араластырып жібереміз. Сонда қамырлар бір-біріне жабыспайтын болады. Неге біздің лагманымыз дайын болды. Енді бір ыдысқа салып алып, үстіне подливын құямыз. Және сорпасын құйып аламыз. Дәмі өте ерекше, дәмді. Жасап көріңіздер менімен бірге. Баршаңызға ас болсын.